Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді ұйғыр самсасын дайындайтын боламыз. Кәдімгі самсаға қарағанда бұның қамыры песочный әрі слоеный, сондай өте дәмді, ауызда еритін самсалар болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар қыздар, мен рецебімен жасаңыздар, өте дәмі ерекше дәмді болып шығады. Бізге самсаларды дайындау үшін ең алдымен ұн, сары майымыз, қаймағымыз, жұмыртқаларымыз және тұзымыз қажет болады. Ең бірінші осындай майымыз бен ұнымызды жақсылап араластыратын боламыз. Асықпай жақсылап корочкалар пайда болғанша араластыратын боламыз. Және де қыздар, менің каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Енді қамырымыздың ортасына осындай қаймағымызды, жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз сондай өте жұмсақ болып шығады қыздар. Қамырымызды міндетті түрде салафан мешочекке салып, холодильникке демалдыратын боламыз. Негізі самсаның қамыры холодильникте ұзақ тұрған сайын ол слоеный болып, сондай өте керемет болып шығады. Менде қамырым 1 сағат холодильникте тұрды. Енді қамырымызды міндетті түрде асты үстіне ұнды сеуіп жаятын боламыз. Өйткені ол оқтауымызға жабысуы мүмкін. Содан соң қамырды жұп-жұқа қылып жаюдың қажет жоқ. Видеодағыдай қылып, қалыңдығы видеодағыдай қылып жайсаңыздар болады. Енді 100 грамм майымызды жібітіп, қамырға бір тілкі жағып шығамыз. Енді бұл жерде майды кішкене қатырып, осылай жинап шығасыздар қыздар. Майды жаққаннан кейін бір 5 минуттан кейін орайтын боласыздар. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді морозильникке жаңағы дайын болған қамырды 30-40 минутқа қоясыздар қыздар. Енді начинкасына мен тауықтың етімен пияз, тұз, қара бұрыш қостым. Сіздер бұл жерде тауықтың орнына фарш қоссаңыздар болады. Болмаса тез пісетін осындай сиырдың еті, жылқының етін майдалап, кубиктеп турасаңыздар да болады. Ал енді пішініне келетін болсақ, мен орта пішінде еттім самсаларды. Сіздер кішірек қылсаңыздар да болады, үлкен қылсаңыздар да болады. Жалпы менде осы қамырдан 30 штук самсалар шықты. Енді дөңгелетіп жаямыз, қамырымызды ортасына салмасын салып, жан жағын осылай жақсылап қысамыз. Салмамыз шығып кетпейтіндей. Енді осындай қылып өретін боламыз. Сіздер енді өздеріңіз қандай түйу әдісін білесіздер самсаның, солай жасай берсеңіздер болады. 3 бұрыш, болмаса дөңгелетіп, болмаса осындай сопақша етіп істесеңіздер болады. Сосын қамырымызды кескен кезде оның жанынан емес, именно төбесінен басып жасайтын боласыздар қыздар. Сол кезде сіздерде слой-слой болып, әдемі болып көрінеді қамырларыңыз. Тағы да сіздерге көрсетейін, қалай бүгу керек екен. Негізі бұл самсалардың дәмі біздің Шымкентте Айжамал тәттілері деген кондитерский магазин бар. Сол жердегі самсалардың дәміне ұқсайды. Тура сол самсалар десем де болады. Енді бетін міндетті түрде қыздар жұмыртқамен жағып шығамыз. Болмаса жұмыртқаны тек сарысымен де жағып шықсаңыздар да болады. Мен осы самсалардың үстіне кунжут септім. Сіздерде мак болмаса кунжут сепсеңіздер болады. Түрі де, дәмі де ерекше әдемі болып шығады. Самсаларды міндетті түрде қызып тұрған пеште пісіреміз қыздар. Ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.